Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай дәмді етіп, кешкі ас және обедкі ас қай уақытта жасасаңыздар да өте ерекше тағам. Осымен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керекті сиырдың осындай етінен 300 грамм фаршын алдым, және тауықтың фаршынан 150 грамм, және бізге бір жуа керек. Бұны теркіден өткіздім, және бұл жерде чеснок, және болгар бұрышы, және ащы перец, томат керек, және сметана. Ары қарай тағы да керек ингредиенттері майлар. Енді оны ары қарай көресіздер, менімен бірге болып көріңіздер. Фарштарымызды бір жақсылап екеуін араластырып, осылай үлкен ыдысқа саламыз, және теркіден алдын ала дайындап тұрған жуамызды саламыз, және бір қасықтай тұзымызды салдым, бір қасық паприка, бұрышымызды салдық дәміне қарай. Егер де тұзы кем болса, тағы да салып жеріңіздер, және 2 зубчик чесногымызды осылайша етіп, теркіден өткеріп, фаршымызға салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Дәмі өте керемет болады. Бұл жерде сметана салып жерсеңіздер, соусына өте дәмді болып шығады. Және аскөктен саламыз осылайша етіп. Укроп, петрушка пайдаландым. Егер де кинзаларыңыз болса, кинзаны да араластырып жерсеңіздер болады. Мен бұл жерде үйде бар көкшебімізді салып отырмын. Барлығын жақсылап майдалап тураймыз пышақтың көмегіменен, және фаршымызға салатын боламыз. Ал қыздар, міне барлық дәмдеушімізді фаршымызға салып, барлығын жақсылап езгілеп араластырамыз, және осылайша етіп фаршымызды ұрып алайық, бір-бірімен жақсы бірігетін болады. Және осылай екі қолдың көмегіменен барлығын шариктес етіп домалақтап, осылайша етіп тізіп шығамыз алдын ала. Бұл фаршымызды үлкен емес, майда қылсақ, өте ұсынғанда да әдемі болып көрінетін болады көзім. Ал мінекей енді табамызға майымызды құямыз да, майымызды жақсылап қыздырып, жаңағы фрикаделькамызды осылайша етіп майымызға қуырып алатын боламыз. Бұл жерде енді толық пісірудің қажеті жоқ. Бұл жерде қазір соусын жасап, соның ішінде пісіретін боламыз. Тек бізге сыртынан қызарғаны керек фрикадельканың. Енді барлығын майынан бөлек осылайша етіп сүзіп алатын боламыз. Ал бізге енді жарты жуа керек болады. Жуамызды жақсылап майдалап турап алатын боламыз. Және де бір жарты болгар бұрышы керек. Болгар бұрышында жаңағы майдалап осылай көбекше етіп турап аламыз. Ал енді майымызға жаңа жуамызды, болгар бұрышын жақсылап қуырып, ішіне томатын салдық, біраз қасық, және де
фрикаделька, алдын ала қуырылған фрикаделькамызды салып барлығын жақсылап қуырамыз. Ал енді біз қазір соус жасайтын боламыз. Бұл соусты жаңағы фрикадельканың ішіне құятын боламыз. Алдымен бізге керекті бұл жерде сметананың любой проценттігі 2 ас қасық және де 200 грамм су құйдым, және бір жарты қасықтай томат керек. Барлығын жақсылап араластырамыз да манағы фрикаделькамыздың пісіп жатқан соның ішіне құятын боламыз. Сонда дәмі өте керемет болып шығады. Ал міне енді керекті ішіне тұзымызды, дәмдеуіш бұрыштарымызды салып, барлығын жақсылап, енді бір жарты сағаттай жай отта пісіретін боламыз. Енді мен бұл жерде пюре қылып, гарниріне пюре пайдаланатын боламын. Картошкамызды суға қайнатып пісіріп алдым да, және ішіне керекті тұзын, және кішкене сүт және сармайды салып, барлығын жақсылап езіп аламыз. Егерде картошкаңыз сәл қоюлау болса, сүттен араластырып, және бұл жерде мен пармезан сырын салып жердім. Картошка ыссы кезде пармезан сырын салып жерсеңіздер, сырларыңызды жақсы еритін болады. Және тағы кішкене сүт араластырып жердім. Ал қыздар, мінеке толық біздің асымыз дайын болуға міне 5 минуттай қалды. Енді мен бұл жерде осы подливамыздың кішкене сорпасы сұйықтау болып тұр. Сондықтан да мен қою густой болу үшін міне кішкене бір 20 граммдай салқын сүтке бір шайны ложка шай қасық ұнды салып араластырдым да жаңағы подливамыздың ішіне құйдым. Енді қазір 1-2 қайнатқан екен подливамыз өте қою, густой болып, әдем болып шығатын болады. Толық міне дайын, көріп тұрғандай өте керемет болып, дәмді болып шығады. Осылайша етіп жасап көріңіздер, және де кішкене үйдегі бар зеленді салып жібердім ішіне. Енді дайын тұрған пюремізді алдын ала жасап қойған, осындай формамен, любой өздеріңіздің фантазияларыңызбенен қалай әсемдеп салсаңыз да, өз еркіндеріңізде. Мен енді үйде осындай форма болғандықтан осылайша етіп, ерекше етіп тамақты ұсынғым келді. Енді осы пюреміздің үстіне жаңағы дайын тұрған фрикаделькамызды салып, үйдегілерге ұсынатын боламын. Аз болсын, егерде менің осы жасап атқан әрбір тағамым сіздерге ұнайтын болса, лайктарыңызды басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бұйырса, алдағы уақыттарда көптеген тағамдармен, астарменен сіздерді мен бөлісетін боламын. Менімен болған үшін сіздерге көп рахмет. Ас болсын.